Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа жылдық дастархан үшін өте ерекше салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться түймешесін басып, тез тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен піскен жұмыртқаларымызды ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Пышақтың көмегімен дәл осылай кесіп ажыратып алсаңыздар болады. Ал енді 4 сары уызымыз бен 2 жұмыртқамызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Жұмыртқаларымыз дайын болды. Енді піскен картоптарымызды да дәл осылай теркадан өткізіп аламыз. Картоптарымыздың да барлығын өткізіп алдық. Ал енді піскен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Терканың қалаған тұсын қолдана аласыздар. Сәбізді де өткізіп алғаннан кейін грек жаңғақтарын теркадан өткізіп аламыз. Қаласаңыз блендердің көмегімен майдалап алсаңыз да болады. Жаңғақтарымызды да дайындап алдық. Енді көк пиязымызды дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Піскен етімізді де дәл осылай видеода көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді салатымызды жинауды бастаймыз. Тарелкеге дәл осылай стаканды аударып қоямыз және картоптарымызды дәл осылай жайғастырып шығамыз. Кішкене тұз мен қара бұрыш сеуіп, майонезімізді салып, барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Ал енді сәбіздерімізді қойып, жақсылап жайғастырып аламыз. Тағы тұз мен бұрыш сеуіп, майонезімізді жақсылап барлық жеріне жағып аламыз. Ал енді піскен еттерімізді дәл осылай қолымыздың көмегімен әдемілеп жайғастырып аламыз. Және майонез ештеңе сеппей тұрып, бетіне көк пиязымызды жайғастырамыз. Етіміз бен көк пияздың бетіне майонезімізді бірдей етіп жағып аламыз. Грек жаңғақтарымызды да әдемілеп формаға салып жайғастырамыз. Грек жаңғақтардың бетіне де майонезді жақсылап жағып аламыз. Кішкене қиындау болады, сонда да жақсылап тырысыңыздар. Дәл осылай жағып аламыз. Енді жұмыртқаларымызды саламыз. Жұмыртқаларды да әдемілеп жайғастырып алғаннан кейін бірдей етіп бетіне майонез жағып аламыз. Ал енді стаканымызды ақырындап аламыз және ішінде жақсылап майонезбен әдемілеп жағып шығамыз. Енді қалған майонезімізді бетіне дәл осылай құйып алып, аскөктерімізді әдемілеп дәл осы видеода көрсетілгенде қойып шығамыз. Бетін әсемдеу өзіңіздің фантазияңызға байланысты болады. Мен осылай әсемдедім. Жаңағы алып қалған жұмыртқаның ақ уызын дәл осылай қардың формасымен кесіп алатын боламын. Дәл осылай әдемілеп кесіп алсаңыздар болады. Жұмыртқаларымызды таза ыдысымызға аламыз. Ал енді піскен қызылшамызды да жұқалау етіп кесіп, қардың формасымен кесіп аламыз. Кесіп алған жұмыртқамыз бен қызылшаларымызды салатымыздың бетіне әдемілеп қойып, алдын ала тазалап алған анарды бетіне әдемілеп жақсылап жайғастырып шығамыз. Ал достар, біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте ерекше салат болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыз.